Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Бүгін ұлттық командамыздың ойындары туралы айтамыз. Отандық маман Али Алиев баптайтын футболдан ел намысын қорғайтын таңдаулы жігіттеріміз наурыз айының 22-сінен 23-не қараған түні Уэльс астанасы Кардиф қаласында жергілікті құрама командамен кездескен болатын. Бұл матч 2026 жылы жазда ақш, Мексика және Канада елдерінде өтетін 23-ші әлем чемпионатына іріктеу турнирінің бірінші тур ойыны еді. Қазақстан түскен G іріктеу тобында Бельгия, Уэльс, Солтүстік Македония және Лихтенштейн командалары бар. Іріктеу топтарының жеңімпаздары әлем чемпионатының финалдық кезеңіне тікелей шығады. Ал екінші орын алған командалар тағы қосымша ойындар арқылы жолдамаға таласады. Іріктеу ойындарындағы біздің бірінші қарсыласымыз, яғни Уэльс командасы мықты командалардың бірі. Бұл сөзімізге олардың ұлттар лигасында өз тобының жеңімпаз атануы дәлел бола алады. Яғни олар Б лигасынан А лигасына көтерілді. Ал Қазақстан құрамасы ұлттар лигасында өте сәтсіз өнер көрсетті. Кезінде олар айды аспанға шығарып Б лигасына көтерілген болатын. Былтыр керісінше одан С лигасына қайта төмендеді. Сондықтан Кардифте өткен кездесуде фаворит әрине әлем чемпионатының финалдық кезеңіне ұмтылған Уэльс командасы болды. Құрамында негізінен ағылшын чемпионатында ойнайтын футболшылары бар Уэльс командасы матчта жылдам гол салды. Капитанымыз Асқат Тағыберген өз айып алаңында жылдам қимылдамады. Сол үшін 9-ші минутта оны қарсылас команда жазалады. Бірінші голдың авторы Лидс Юнайтед командасында өнер көрсететін Даниэл Джеймс. Дегенмен үзіліске 1-1 тең есебімен кеттік. Ислам Чесноков тепкен доп Уэльс ойыншысының қолына тиіп пенальти белгіленеді. Оны 50 мың Уэльс жанкүйері шулаған стадионда Асқат Тағыберген әйтеуір нәтижелі орындады. 32-ші минутта Асқаттың 11 метрлік нүктеден тепкен добы әуелі қақпашыға тиіп, сосын қақпаға енді. Көптен күткен гол пенальтиден болса да соғылды. Алаң иелері екінші тайм бастала салысымен тағы да алға шықты. Бізде бұл жолы қателікке бой алғызған қақпашымыз Александр Заруцкий. Ол әуелеп келе жатқан допты қағам деп есебінен жаңылысты. Оның мұндай қателігін Бен Дэвидс пайдаланды. Ал 90-ші минутта алаңға тыңнан шыққан Уэльс шабуылшысы Рабби Матондо командасының 3-ші голын салып, матчқа нүкте қойды. Оған нәтижелі пас берген Сорбо Томастың да үлесін айта кетейік. Ұлыбритания корольдігінен ат басын Лихтенштейн князьдігіне бұрған Қазақстан құрамасы 3 күннен кейін осы Лихтенштейн командасымен кездесті. Бұл кездесуде біздің команда фаворит болса да 100% сенімді болу қиын екен. Дегенмен біздің жігіттер жарады. Өздерінің фаворит екендігін қағаз емес іс жүзінде де көрсетті. Үзіліске қарай олар 2 гол салды. Бірінші голдың авторы Ресей чемпионатының Грознайлық Ахмат командасында шебер өнер көрсетіп жүрген Максим Самородов. Максим сол Ахматта кезінде ойнаған Марат Быстровтың көтерген добын баспен қақпаштан асыра соғып гол салды. Біздің жігіттер ұзаққа созбай екінші голдарын да салды. Максим Самородов көтерген айып добын Александр Марочкин аяғымен қарсылас қақпасына дәл бағыттады. Қорғаушы Марочкиннің бұл құрама командадағы алғашқы голы және соңғы ойыны еді. Ұлттық командамыздың жейдесінде 51 матч өткізген 34 жасар Марочкин жастарға жол беру үшін осындай шешім қабылдапты. Екінші таймда да басымдық біздің командада болды. Бірақ соғылған гол болмай, матч 0-2 есебімен, яғни біздің жеңіспен аяқталды. Жеңісіміз құтты болсын ағайын. Алғашқы 2 турдан кейінгі турнирлік кестеге көз салатын болсақ, алда 4 ұпайдан иемденген Солтүстік Македония мен Уэльс командалары келеді. Олар бір-бірімен 1-1 есебімен тең ойнаған болатын. 3-ші орында Лихтенштейнде олжалаған 3 ұпайдың арқасында біздің команда орналасты. 4-ші орындағы топтың басты фавориті Бельгия командасы әлі ойын өткізген жоқ. Соңғы орында 2 жеңіліспен Лихтенштейн командасы келеді. Келесі тур ойындары жаздың маусым айында өтеді. Қазақстан Солтүстік Македония командасын қабылдайды. Осымен Қазақстан құрама командамыздың ойындарына жасаған шолуымыз аяқталды. Келесі кездескенше, жеңісті күндерде кездескенше сау болыңыздар ағайын.